балалар. Әнки, тақтаға қарай. Әнки, мақалдарды оқып жіберейік. Бірінші топ. Олай болса балалар, мен сіздерді, яғни сіздерді өздеріңіздің алдарыңызда бағалау, парақшалар, дискретті жазылған қор. Жақсы, тыңдап алыңыздар. Қазір, мінеке, әрқайсысы бір балдан берілген. Кім жауап береді? Бір бал деп мына жерге құс тұмсығын қойып отырасыздар. Сабақтың соңында қанша бал жинадыңыздар? Мына жерге жазып қоясыздар. Түсінікті ма? Сіздердің мінеке бағаларыңыз мына жерден білесіздер. Кім қанша бал жинағанын. Ең соңында қалған домбырадан көрсетесіздер. Кім қанша бал жинады? 6, 7, 8, 9, 10 деп көрсетесіздер. Жарай ма? Мен сіздерді осы бойынша бағалаймын. Ал сәттілік балдар. Еркіністен сөзімізді. Ал. Үйде қандай тапсырма берілді? Әнті топырақтың қандай түрлері бар екен балдар? Атап жіберейік. Балдар, бір минутке қараңыздаршы, мен сұрамын. Мақал мәселелер неге байланысты балдар? Неге байланысты? Яғни бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Бүгін сіздер не білесіздер? Қазіргі егіншілік пен ежелгі егіншіліктен қандай ерекшеленетінін білесіздер, қалай ерекшеленетінін білесіздер. Ал олай болса барлығымыз балалар өткенге шолу жасаймыз. Ал олай болса топырақтың құрамдарын атап. Қол көтеріп жауап береміз. Ал де? Топырақтың құрамында құм, саз, су, ауа, минералды заттар бар. Жақсы. Ал қошемет қойыңыз. Ал ағаш көшетін отырғызу үшін қандай топырақ қолайлы? Азғын. Қара шірік, қара топырақ. Қара шірік, қара шірігі бар. Құнарлы топырақ қажет. Топырақтың құнарлығын қалай арттыруға болады? Қанды атсалсаңыз, Айгүлім? Тыңайтқыш болса. Дұрыс айтасың, тыңайтқышта қосады екенбізде. Ал үй жағдайында қалай тыңайтамыз жерімізді балдар? Қаны. Қатысамыз сабаққа. Қаны. Қайрат? Үй жағдайында. Үй жағдайында. Не істейміз? Бақшамызға. Қыста малдың қиын төгіп қоямыз. Дұрыс айтасыңдар, қыста малдың қиын төгіп қояды екенбіз, балдар? Жақсы. Олай болса қошеметтеп қоямыз. Бүгінгі бізде тірек сөздер егіншілік, сен ексе екен балдар. Бүгін біз осы екі сөзге көп тоқталады екенбіз балдар. Ал барлығымыз тақтаға қарап жіберейік балаларға. Бұл суреттерден не байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар балаларға. Егін шаруашылығына неге жатады? Мал бағу, егін шаруашылығына. Бидай, арпа, күріш, бір сөзбен айтқанда дәнді. Дұрыс айтасыздар. Егін шаруашылығымен айналысатын адам қандай қызмет атқарады? Кім деп атаймыз? Дихан, жер дұрысы дихан деп атады. Ал енді қараңыздаршы балалар, мал шаруашылығына не жатады деп ойлайсыздар? мал бағу, сиыр, тамаша, дұрыс айтасыңдар балалар. Енді қараңыздаршы балалар, егін шаруашылығы мен мал шаруашылығының қайсысы бұрын пайда болды деп ойлайсыздар?
шикідей жеген. Яғни аң аулап еттерін шикідей жеген. Дұрыс. Ақыретін жалғайды. Айгүлім. Сосын ежелгі адамдар оны нені үйренді? Қақтап? Жеуді үйренді. Тағы да не үйренді ежелгі адамдар? Қане, Алдияр? сосын олар жануарларды қолға үйретті. Дұрыс айтасыңдар, жабайы жануарларды қолға үйрету арқылы мал шаруашылығы пайда болды. Жақсы, жарайсыңдар. Ал егін шаруашылығы қалай пайда болды балалар? Қане кім айтады? Егін шаруашылығы қалай пайда болды? Ұлдана. Ежелгі адамдар әйелдері Немен айналысты? Терімшілікпен айналысты. Ал, Қайрат айта бол, Қайрат. Мыңдаған дода болған жерге бірден Түскен кезде одан көптен сатын көктен шығатынын білді. Сөйтіп, өте егіншілік дами бастады. Жақсы. Балалар. Ана суретте не байқауға болады? Қандай көруге болады? Ержігіт айта қойшы. Дұрыс, бұрынғы заман деп қазіргі заман, я? Ал кім айтады, бұрынғы кездегі құралдарды кім атап береді маған егіншілікке? Кәнекей, атсалсаңыз, Мансұр, бұрынғы кезде қандай құралдар болған? Кәні? Алғашқы адамдардың емен құралдары не болды? Танысыршы? Кетпен болды. Соқа алды. Жасалғандар болды. Аха, жақсы. Ал жерді қалай жыртты олар? Орақпен орды, шалғымен орды. Қалай жер жыртты бұрынғы кезде? Қазір соқаға өгізді жер жырта бастады, я? Ал жақсы. Ал қазіргі кезде балалар қалай егіншілік дамыды бізде? Қазір қандай? Қазіргі кезде техниканың дамыған заманы. Я, балалар? Қазіргі кезде комбайнмен орады, жинайды, я, трактор бар. Жақсы. Ал бұрынғы кезде қалай суғарды егіндерді? Қолмен, арқылмен суғарды. Ал қазіргі кезде арқылы суғарады екен балалар. Өте жақсы. Енді балалар оқулықпен жұмыс. Ал жылдан оқып жүрейін, я? Ал бастайық. Бол, арғай оқимыз. Қаусап. Өсімдіктердің жаңа сорттарын шығарумен айналысатын ғылыми теректерден аталады. Арғай оқимыз бүгін әзірге. Арғай. Оқимыз. Оқы, Алдияр оқи ғой. Ежелгі тайпалар жерге жарамды өсімдік жемісінің жегін жинап асырды. Insanın oradan koyun, adamlar жерге түскен тұқымның көптеген Назлым оқы, Арғай. осыдан соң өздері дәл тізбей бастаған егіншілікті осылай пайда болған. Алғашқыда топырақта үшкіреген қия, кит сияқты қарапайым құралдармен өңдеді. Қазір заманауи техника, трактор, комбайн пайдаланады. Болды, ары қарай ұлдана оқы. Көктемде жерді жыртып, тұқым себеді, жаздан суарады. Арамшылығын ортақ топырағын қорқыпсытады. Күзде оның өлімін жинап жерді келесі жылға дайындайды. Жақсы, олай болса балалар, кәніге барлығымыз
Селекция деген не екенін бәлки айтып жіберейікші балалар барлығымыз. Селекция дегеніміз жақсы. Кәдімгі кім? Назым айтыңызшы, селекция дегеніміз не екен? Жаңа ұғым бізде. Өсімдіктердің жаңа топтарының шығарумен айналысатын ғылымды селекция деп атайды. Тамаша, селекция деп атайды екенбіз балалар. Олай болса, мен сіздерге балалар қазір сәйкестендіру жұмысын берейін балалар. Жылдан ақ жүндеміз жазып сәйкестендіріп беріңіздер. Қастарыңызға қойыңыздар, мен қазір тексеремін. Дұрыс жауаппен тексереміз барлығымыз. Өз-өздеріңізді бағалап отырыңыздар, жауап берген оқушылар. Қанттек. Олар сәйкестендіруді білеміз ғой? Яғни 1, 2, 3, 4, 5 деген сан берілген. Оны не істейсіздер? Мына сөздерге апарасыздар. Ал олай болса, балалар, дұрыс жауаппен тексерейік. Ал дұрыс жауаппен. Бірінші, соқа. Бәрімізде соқа ма? Екінші. Екінші қайсы? Екінші кетпен, дұрыс. Кімде кетпен? Барлығымызда ма? Үшінші? Трактор. Төртінші? Бесінші? Комбайн. Дәптердеріңізді ашыңыздар да, осы атауларды жылдам жазып алыңыздар. Тез дәптерге жазыңыздар. Бүгінгі күнді жазып, қаңтардың 24-ті сынып жұмысы. Жазамыз. Бірінші соқа, екінші кетпен, үшінші трактор, төртінші шалғы, бесінші комбайнмен жазасыздар. Болды па? Бізде оқулықта сұрыптау берілген балалар. Суреттердегі өсімдіктерді салыстыр, олардың қайсысының тұқымын алуға болады дейді. Ал бірінші топ. Кәнекей, кім маған жауап береді? Дидар, сіздер қызанақтың қандай түрін алар едіңіз сұрыптауға? Піскен, қызыл. Сөйлейміз, кәнім Мансыр. Қызыл, піскенін алады екен, отыр дейді. Шірімегенін алады екен, я? Неге шірімеген, піскен, әдемісін алдыңыз? Сөйлейміз. Ал, Сағит. Мол өнім алу үшін дейді. Жақсы. Ал екінші топтан кім айтады маған? Алманың қандай түрін алар едіңіздер? Қарақат сөйлі ғой. Алманы алар едіңіз, я? Сұрыптауда. Не қажет екен болар? Біз жаңағы тұқымын алып отырғызуда бізге ең бірінші не қажет екен? Дұрыс айтасыңдар, құнарлы топырақ қажет екен, және не керек екен? Тыңайтқыштар. Яғни жақсы күтіп баптаса, мол өнім аламыз. Жақсы. Олай болса, балалар, топтық жұмыс. Қазір сіздер мына жерде суреттер бар. Осы суреттерден алып, бірінші топ сіздер көкөніске жабыстырасыздар. Сіздер бағбаншылықтың жаңағы нелерін жабыстырасыздар суретін, ал сіздер астық шаруашылығының суретін жабыстырасыздар. Жылдан бір-бірден шығып, топпен, яғни бір-бірден келіп шығып жабыстыра беріңіздер. Шығын жүр. Кел. Сіздер екінші топ. Сіздер үшінші топ. Астық сіздер, келіңіздер. Дайын отырыңыздар. Астық. Жылдам. Кел. Екінші топ келіңдер. Үшінші топтан біреуің келіңдер. Нашли суреттерді
Жылдам. Кел, шық, Мансұр шық. Кел. Ерқарайшы балдар. Бірінші топ. Ері қараймыз. Бірінші топ дұрыс жаздырды ма? Қандай шаруашылық екен? Бақшашылық, яғни көкөністер екен, бақшашылық шаруашылық екен, ал бағбаншылық шаруашылыққа дұрыс орналастырды ма? Бұлар нелер екен? Жеміс жидектер екен. Ал астық шаруашылығына дәнді дақылдарды орналастырыпты. Тамаша, қошемет деп қояды ғой. Жарайсыңдар балалар. Олай болса қазір балалар сіздерге топтық жұмыс. Так, бірінші топ. Сіздерге үшінші сұраққа жауап жаз дейді. Кәнекей топпен топтасамыз. Екінші топ сіздер ежелгі адамдардың және қазіргі адамдардың егіншілікпен айналысқан кездегі топырақты өңдеуге арналған құралдары туралы жазасыздар. Жазамыз, топтасамыз. Үшінші топ сіздер суретке қарап селекция ғылымы туралы жазамыз. Ал топтасамыз. Қайтып болды. Жылдан болмаса балар, уақыт. Біреуіміз жазамыз, біреуіміз шығып қорғаймыз, сіздер айтып тұрыңыздар. Бірақ сіздерден жұмыс шықпайды. Болды, жылдам. Болды. Шығамыз, келді. Бірінші топ. Екінші топ. Болды. Қалғанын толтырып айтасыздар. Кел. Үшінші топ келіңіздер, жылдам. Сіздерге берілген. Балалар, сіздерге бірінші топ берілген. Үшінші сұраққа жауап бер деген. Неліктен жерді жер ана деп атайды? Бірінші топ сіздерге берілген. Сөйлеңіздер. Неге? Яғни барлығы неге байланысты екен? Жерге байланысты. Жер бізге не береді? Егін егемізде бізге егін арқылы не береді? Азық түлігіміздің барлығы осылай жер арқылы келеді. Жақсы, қанды қошемет деп қойыңыздаршы бірінші топ. Ал екінші топ сіздер жауап беріңіздерші. Арпаны жинайды. Ежелгі заманда жерді соққан және ал қазіргі заманда трактор жерді баптайды. Яғни қазіргі кезде жерді не істейді екен? Дайын техникамен орып, яғни егістікті жыртып не болады екен? Жақсы, үшінші топ сіздер. Өсімдіктердің жаңа сорттарын шығарумен айналысады. Ол селекция деп аталады. Жақсы, қошемет деп қойыңыздар. Жақсы, отырамыз. Елдерін алдарыңызда өзіндік жұмыс бүгінгі сабаққа байланысты. Жылдан жазып толтырып беріңіздер. Бүгінгі сабақтан алған нелеріңізді, не түсіндіңіздер, жазыңыздар. Қысқаша атаулап жазып қойыңыздар сіздерге. Мінекей балалар, сұрақтарға жауап бер дейді. Бағбан немен айналысады? Бақташылық шаруашылығы не туралы не білесің? Астық шаруашылығы туралы не білесің? Селекция ғылымы нені зерттейді? Егіншілік қалай пайда болды? Суреттен, яғни егіншіліктің ішіндегі бағбаншылық түрін белгілейсіздер. Бүгінгі сабақта не түсін жаңа қысқаша жазыңыздар. Оқулықта балалар бізге не берілген? Мен сіздерге соны оқып берейін, сұрақ қойайын, сіздерге арасында жауап беріңіздер, иә? Ойлан дейді балалар. Қазіргі заманда жарамды жерлердің негізгі бөлігі егістікке айналған. Оның көп бөлігі тыңайтуға бөлінген жерлер. Тыңайған жер тұқым себілмей,
қалдырылатын жыртылған жер. Жерді не үшін тыңайтады деп ойлайсың? Қанди, кім жауап береді? Назлым? Одан мол өнім алу үшін. Одан көп мол өнім алу үшін жерімізді тыңайтады етеміз, иә? Ал егістікке қай кезде дайындаймыз, балалар? Жерімізді қай кезде дайындаймыз егістікке? Не істейміз? Көктемде. Көктемде не істейміз? Жерімізді жыртып, барлығын сеуіп дайындаймыз, иә? Күздің күні оны жинап аламыз да, қысқа қарай оны не істейміз? Тағы да дайындаймыз, иә? Келесі жылына дайындап қояды екенбіз, иә? Жақсы. Кім болды? Оған бір-екі оқушыдан кейін оқып берейікші, әр топтан. Қанти не жазды оқып берейікші? Қаны? Кім болды? Жазамыз. Не түсіндіңдер? Соны жазыңыздар. Оның барлығы бүгінгі сабақта айтылды. Біттің ба? Ал, Алдияр, тақтаға шығып, сұрақтарға жауап бере қойшы. Бақташылық шаруашылығы туралы не білесің? Бақташылық көріністер отырғызылады. Астық шаруашылығы туралы не білесің? Дәнді дақылдар отырғызылады. Селекция мұны нені зерттейді? Өсімдіктердің жаңа сорттарын табады. Егіншілік қалай пайда болды? Жеке өсімдіктердің тұқымы көптегенін байқаған соң егіншілік пайда болды. Ең соңында қайсысын белгіледі? Бағбаншылыққа екінші суретті белгіледі. Сіздерде де осындай ма, балалар? Әнке, Алдиярды қошеметтеп қойып. Тағы да кім бітті? Жақсы отыра қой, Алдияр. Өзіңді бағалап қой. Бүгінгі оқу мақсатымыз қандай еді, балалар? Кім айтып жүреді? Еске кім түсіріп жүреді? Қане? Бүгінгі оқу мақсатымыз қандай еді? Егіншілік. Несімен? Ерекшеленеді айтып қой, ежелгі егіншілік пен қазіргі егіншілікті несімен ерекшеленетінін білдік па? Бүгін қандай ұғыммен таныстық? Қандай ұғыммен таныстық бүгін? Бағын айттым ғой, екі ұғым айттым ғой сіздер. Бүгін осы екі сол қандай ұғым? Селекция ұғымы. Дұрыс айтасыздар. Ал енді балалар, бүгін біз сабақтың мақсатына жеттік пе? Қалай ойлайсыздар? Не қиын болды бүгін? Кімге не қиын болды? Қиын болған жоқ па? Түсінікті болды ма сабақ? Барлығын жақсы түсіндік па? Кім болды? Кім оқиды? Назым. Назым. Кім? Одан шық. Шықамыздан оқып бер. Бақшашылық шаруашылығы туралы не білесің? Бақпаншылық дәнді дақылдар өсіреді. Астық шаруашылығы туралы не білесің? Дақылдар өсіретін астық шаруашылығы деп атайды. Селекция не зерттейді? Өсімдіктердің жаңа сорттарын шығарумен айналысады. Ғылым селекция деп атайды. Егіншілік қалай пайда болды? Осыдан сөз өзгереді. Өстерін әр себебін бастаған пайда болады. Балалар қараңыздаршы, ұлдана айтады. Бағбан дейді, көкөніс өсіреді дейді. Не өсіреді бағбаншылық дегеніміз? Жеміс, жидектер, ағаштар отырғызады екен. Сен орындарын не істеп жүрді? Шатастырып жіберіпсің, иә? Жақсы, олай болса балалар. Бүгін бізде кері байланыс балалар. Айна әдісі. Айна әдісі арқылы. Біз қазір кері байланыс. Айнаның не екенін білесіздер ғой, иә? Айнаға қарау арқылы қазір маған кері байланыс бересіздер. Бүгінгі сабақ жайлы. Ал, бірінші топтан кел Айгүл.
Al, бүгінгі сабақта не айттыңыз? Бұлай Ал, не айттыңыз бүгінгі сабақта? Мен егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы айттым. Жақсы. Келесі, не көрдіңіз бүгінгі сабақта? Егіншілік пен ежелгі заман мен қазіргі заманды ажыратуды көрдіңіз, я? Жақсы. Ал, не естідіңіз? Құлағыңызда не естідіңіз? Мен егіншілік пен мал шаруашылығы. Тағы да не естідіңіз? Селекция ұғымын естідіңіз, я? Ал, енді не ұқтыңыз бүгінгі сабақтан? Қорыта айтқан кезде. Мен мал шаруашылығы мен егіншілікті Жақсы, қошеметтеп қояйық. Ал, екінші тоқтан кім келеді? Қанке кер байланысты кетші балалар, келіңіздер. Кел, Алдияр. Жылдамдық, Ал, не айттыңыз бұл сабақта? Не көрдіңіз? Мен бүгін егіншілікке байланысты мағлұмат. Не естідіңіз? Мен бүгін сабақта мал шаруашылық әлде егін шаруашылық бірінші пайда болғанын естідім. Бірінші қайсы пайда болған естісіз, ал енді бүгінгі сабақта қорыта айтқанда не ұқтыңыз бүгін? Мен бүгін қазіргі заман мен бұрынғы заманның техникаларын қошеметтеп қойыңыздар. Келе ғой, Назым. Қалғанын жылдам жазайық, өзіміздің жұмысымызды. Ал, бүгінгі сабақта не айттыңыз? Жақсы, дауысты шамадан. Не көрдіңіз бүгінгі сабақта? егіншілік мал шаруашылығы қалай дамығаны естідім. Бүгінгі сабақта не естідіңіз? Селекция ұғымын не? Ұғымын білдір. Селекция ғылымы дегеніміз не екен? Жаңа айналысатын ғылым екен. Бүгін не ұқтың бүгінгі сабақта? Мен бүгінгі сабақта мал шаруашылығы. Қошеметтеп қояйық. Күнделікті дәшігеге тапсырма алайық. 14-15 бет оқимыз, түсінігін айтуға, жазатын жерлерін жазып, дәптерге суретін салып келеміз. Ал олай болса, кәнеке бағалау. Бағалау парақшаларымызда саныңызда кім қанша бал алды? Кәнеке сөйтіп маған домбыраларыңызды көрсетіңіздер, мен қараймын, сіздерді бағалаймын. Алдияр 10 бал алыпты. Алдияр, сенің бағаң? 5, тамаша. Інжу 9 бал алыпты.